Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екішекті көп пернелі музыкалық аспабы. Ол қазақтар өмірінде маңызды орын алатын өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра кейін аспаптық шығарма күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада классикалық шығармаларды орындауға қолданылатын мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып табылады. Домбыра ежелде қазақтың тарихын баяндауға музыкалық аспаптардың бірі болды. Домбыраның тарихы жөнінде айтар болсақ, 19 ғасырдың қазақ халқының тұрмысында анағұрлым кең тараған музыкалық аспап екішекті домбыра болатын. Егер бұрынғы заманда көне аспаптар ән, жыр, ертегі аңыздарды сүйемелдеу үшін ғана қолданылған болса, енді домбыра жеке шығарма орындауға арналып күрделі аспаптардың қатарына қосылды. Әртүрлі ескерткіштерге, сондай-ақ этнографтардың жазып қалдырған еңбектеріне жүгінсек, домбыра және өзге халықтардың осы тектес аспаптары тіпті соны орта ғасырлардың белгілі болған екен. Мысалы, Әбу-Насыр әл-Фарабидің еңбектерінен тамбур аспабы жайында оқимыз. Өзбектердің домбыраға өте ұқсас екі шекті дутары алғаш рет әл-Хусейнидің музыкалық канон деген трактатында ауызға алынды. Қазақтың халық аспабы домбыра 14 ғасыр жазбаларында кездеседі. Оның бастағы түрі мен құрылысы қазақтың домбырасынан аумайды. Осындай аспап аттарының ұқсастығы да олардың түпкі шығу тегі бір екенін көрсетсе керек. Өткен 100 жылдықта ұлы халық композиторы Құрманғазымен бірге Дәулеткерей, Тәттімбет секілді саңлақ күйшілер дүйім жұртты аузына қаратқан еді. Бұлар бармағынан бал тамған майталман домбырашы болумен бірге нелері бір ғажап күйде шығарған шын мәндегі өнер иелері. Солардың арқасында домбырада тартылатын күйлердің музыкалық формасы үздіксіз жетілдіріле түскенді. Домбыраның техникалық мүмкіндіктері артқан сайын домбыра тарту өнері де едәуір өрге басып байи түсті. Қазақ даласының әр өңірінде кездесетін домбыралар жергілікті жер жағдайына, тұрмыс салты мен дәстүріне, ән, жыр, күй мектебі мен әр өнерпаздың орындаушылық мәнеріне, аспапшы шеберлердің ісмерлігіне байланысты әртүрлі пішімде дамытылып, өзгертіліп отырған. Ән, жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8-9, әрі кеткенде 14-15-ке жетсе, күй домбырасында 20-дан астам перне табылады. Олардың құлақ бұрауы да қажетіне қарай кварта, квинте өзгертіледі. Домбыра негізінен 2 шекті және кейде 3 шекті болып келеді. Домбыра тартуда қағыстардың түрлері өте көп. Мысалы, сермеп ойнау, іліп қағу, шертіп ойнау тағы басқа. Қазіргі кезде домбыраның 20-дан астам түрлері бар. Олардың ішінде ән мен күй домбырасы, торсық, тұмар, кең шанақты 2 нұсқасы бар. Балдырған, балашық, шіңкілдек, аша, 3 шекті, қуыс мойын, шертер. Оркестр домбыраларында қоңыр дауысты альт, жіңішке дауысты прима, ащы дауысты секунда, бас домбыралар 2 нұсқасы бар. Қазақтың киіз үйі, қара домбырасы және айтыс өнері бүкіл әлем елдерінің ең ежелгі мұралары ретінде ЮНЕСКО тізіміне енді. Қазақ халқы ес жиып етек жеңін жинағалы бері қара домбырамен бірге жасасып келеді. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген екен.